Сәлем достар. Бүгін біз осындай өте әдемі және өте жұмсақ, өте тәтті тоқаш әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы сүтімізге ашытқаны, қантты, тұзды және бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Массамызды араластырып, жұмыртқа қосамыз, сосын ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырымызды жылылап жауып, ашығанын тосамыз. Ашыған қамырымызды 12 бөлікке бөлеміз. Ол шамамен 75 граммнан шығады. Видеода менде 2 порциялық қамыр иленген, сондықтан көп болып тұр. Қамырымызды осы видеода көрсетілгендей қылып жаямыз. Сосын бетіне сары май жағамыз, шамалы қант себеміз. Сосын осылай ұзыншақтау кесінділер жасаймыз. Бір шетінен алып, осылай орап, дөңгелектеп қысып қоямыз. Столдың үстінде оқтаудың және противеннің өзімен өзі қозғалып жатқанына назар аудармаңыздар. Жанымда кішкентай балам отыр. Түйілген тәтті тоқаштардың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Енді тәтті тоқаштарымыздың бетіне сары уызбен сүтті араластырып жабып шығамыз. Сосын күнжіт сеуіп, духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеки достар, бізде өте әдемі және өте дәмді тәтті тоқаштар шықты. Сіздер де үй жағдайында пісіріп көріңіздер. Сіздерде шығатынына толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.